Қайырлы күн, құрметті журналистер, әріптестер, біздің шақыруымызды қабыл алғандарыңызға көп рахмет. Өздеріңіз білетіндей, Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі кәсіпкерлікті, экспортты, агроөнеркәсіптік кешенді қолдау және халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі ауқымды бағдарламаларды іске асыратын Қазақстан Республикасының негізгі ұлттық даму институты. Бәйтерек холдингі мемлекет басшысы белгілеген ел экономикасының тұрақты өсуіне ықпал ету, оның ішінде жалпы ішкі өнімнің жыл сайын 6%-ға өсуін қамтамасыз ету міндеттерін іске асыруда маңызды рөл атқарады. Мысалы, өткен жылы холдинг көрсеткен қолдау көлемі шамамен 6 триллион теңгені құрады. Оның 4,1 триллион теңгесі бизнесті қолдауға, ал 1,9 триллион теңгесі тұрғын үй құрылыс секторын дамытуға бағытталды. Енді бүгінгі брифингтің тақырыбына көшуге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі тақырып кепілдік беру қорларының жұмысы туралы. Ағымдағы жылдың сәуір айында мемлекет басшысының тапсырмасына және үкіметтің қаулысына сәйкес Бәйтерек холдингінің еншілес компаниясы даму кәсіпкерлікті дамыту қорының базасында 2 кепілдік қоры құрылды. Нәтижесінде кәсіпкерлердің қаржы алуға мүмкіндіктері кеңейе түсті. Бірінші кепілдік қоры 7 миллиард теңгеге дейінгі бизнес жобаларын қолдауға, ал екінші кепілдік қоры 7 миллиард теңгеден жоғары өңдеу өнеркәсібі мен ірі инфрақұрылымдық жобаларды қолдауға бағытталған. Кепілдік қорлары өзінің кепіл заты жетпей тұрған кәсіпкерлердің қарызы бойынша банктерге және де кредит беруші ұйымдарға кепілдік береді. Бұл әсіресе аймақтардағы кәсіпкерлер үшін өте маңызды. Себебі ауылдық жерлердегі мүліктің құны ірі қалаларға қарағанда көбінесе төмен бағаланады. Бұл жергілікті бизнесмендердің кредит алуын қиындатады. Құрылған аталмыш кепілдік қорларының арқасында кепілдік құралы енді тиімді болып отыр. Атап айтсақ, қаржыландырудың максималды сомасы ұлғайтылды. Бұрын қаржыландыру сомасы 3,5 миллиард теңге дейін болатын. Кепілдік мөлшері ісін жаңа бастаушылар үшін де, жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін де 85%-ға дейін ұлғайтылды. Бұған дейін ол тек жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін қолжетімді болған және қаржыландыру сомасы 50%-ға дейін болатын. Енді кепілдіктер кредит беруші ұйымдар үшін шартсыз және қайтарымсыз беріледі. Яғни даму қоры өз шешімін жоя алмайды және кепілдікті қайтарып ала алмайды. Сондай-ақ, бірінші кепілдік қоры бойынша ыңғайлы тәсіл енгізілді. Ол портфельдік кепілдік. Нақтырақ айтсақ, даму қоры кредит беруші ұйыммен келісім жасасады және осы келісім шеңберінде банк жобалар бойынша кепілдік беру туралы шешімді өзі қабылдайды. Ал даму қоры жеке өтінімдерді қарамайды. Енді осы кепілдіктерді беру шарттары туралы қысқаша тоқталсақ. Бірінші кепілдік қоры шеңберінде қаржыландыру сомасы 7 миллиард теңгеден аспайды. Кепілдіктің максималды мөлшері қаржыландыру сомасының 65%-на дейін, бірақ 3,5 миллиард теңгеден аспайды. Кепілдік мерзімі қаржыландыру мерзімінен 5 ай асатын мерзім. Бұл не дегеніміз? Кәсіпкер төлемді кешіктірген жағдайда банк оған қаражатты қайтару үшін 120 күн, яғни 4 ай береді. Егер осы мерзім ішінде кәсіпкер қаражатты қайтара алмаса, банк даму қорына кәсіпкер борышының бір бөлігін төлеу үшін тағы бір ай қосымша уақыт береді. Сондықтан жалпы берілетін кепілдік мерзімі қаржыландыру мерзіміні 5 айына дейін ұлғаяды. Кепілдіктер жеделдетілген рәсім бойынша 2 жұмыс күн ішінде беріледі. Сонымен қатар даму қоры тарапынан қайта бағалау талап етілмейді.
Бірінші кепілдік қорының капиталы келесі ұйымдардың есебінен қалыптасады. Олар екінші деңгейдегі банктердің жарналары, кәсіпкерлер кепілдік берген үшін төлейтін комиссиялары, республикалық жергіліктік бюджеттердің қаражаты және өзге де ұйымдардың қаражаты. Қазіргі уақытта бірінші кепілдік қоры іске асыру шеңберінде 9 банкпен келісім жасалды. Олар Халық банк, Банк Центр кредит, Форте банк, Банк РБК, Береке банк, Жусан банк, Фридом банк, Қазақстан Нурбанк, КЗИ банк. Бірқатар банктер өздерінің ерікті жарналарын төледі. Жыл соңына дейін даму қоры еліміздегі бизнеске кредит беретін басқа банктермен де келісім шарт жасасуды жоспарлауда. Бірінші кепілдік қоры іске қосылғаннан бері жалпы кредит сомасы 71,5 миллиард теңгеге 580 жобаға қолдау көрсетілді. Берілген кепілдіктер сомасы 38,5 миллиард теңгені құрады. Мақұлданған жобалардың 70%-дан астамы жаңа өндірістерді бастау, жабдықтарды сатып алу және құрылыс сияқты инвестициялық мақсаттарға бағытталған. Өтінімдердің ең көп мақұлданған салалары өңдеу өнеркәсібі. Олар барлық берілген кредиттердің шамамен 30%-ын құрайды. Сондай-ақ көлік пен логистика, денсаулық сақтау мен білім беру салаларында да қызығушылық бар. Бұл бағдарламамен барлық өңірлер қамтылған. Бүгінгі таңда көшбасшысы болып отырған Астана, Алматы қалалары және Ақтөбе, Алматы, Батыс Қазақстан облыстары. Екінші кепілдік қоры шеңберінде қаржыландыру сомасы 7 миллиард теңгеден асады. Кепілдіктің максималды мөлшері жоба құнының 30%-на дейін. Берілетін кепілдік мерзімі 15 жылға дейін. Кепілдік беруге арналған өтінімдерді даму қоры да қарайды. Бұл ірі жобалар болғандықтан әрбір өтініш бойынша нақты шешімді даму қорының уәкілетті органдары қабылдайды. Екінші кепілдік қоры бойынша капитал кәсіпкерлер кепілдік бергені үшін төлем комиссиялар бәйтерек холдингінің қаражаты мен республикалық бюджет есебінен қалыптасады. Бүгінгі күні осы екінші кепілдік беру қорының аясында өтінімдер қабылданып жатыр, олар әлі қарастырылуда. Кепілдік қорларының құруы бизнес үшін кепілдік заты болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда да қаржыландыру алуға мүмкіндік береді. Ал экономика үшін бұл жаңа құрылыс орындарын ашу, экспорттық өнімдерді шығару және өңірлерде инфрақұрылымды дамыту қамтамасыз етеді. Айту керек, кепілдік қорлары мемлекеттік қатысуымен Корея, Туркия, Жапония кепілдік қорларының үздік халықаралық тәжірибелеріне сәйкес құрылған. Кепілдік алу үшін кәсіпкер екінші деңгейдегі банктерге немесе холдингтің еншілес ұйымдары, Қазақстан даму банкі, аграрлық несие корпорациясы, өнеркәсіпті дамыту қоры және Қазақстан Investment Corporationға жүгіну қажет. Сондай-ақ консультацияны даму қорының өңірлік филиалдарынан немесе 1408 нөмірі бойынша бұл орталықтан алуға болады.